Жер сілкінісі бүкіл қаланы қиратты. Қарулы адам сауда орталығына келіп, адамдарды атып тастайды. 5 баланың анасы рак обырынан көз жұмады. Адамдар мұндай бақытсыздықтар мен апаттар туралы естігенде, олар неге деп сұрақ қояды. Олар әлемде неге жек көрушілік пен қайғы қасірет көп екенін алаңдатады. Сіз өзіңізге осындай сұрақ қойдыңыз ба? Шын мәнінде Құдай зұлымдық пен азапты бізден де жек көреді. Онда неге әлемде зұлымдық көп? Киелі кітаптан жауап білейік. Адамдардың зардап шеккені ол Құдайдың еркісі деп көбісі ойлайды. Басқалары Құдай адамның өмірінде қандай оқиғалар мен тіпті бақытсыздықтар болатынын алдын ала шешеді және адам оған не үшін болғанын ешқашан түсіне алмайды деп айтады. Ал басқалары, адамдар, соның ішінде балалар да өледі дейді. Өйткені Құдай оларды өзіне аспанға апарады деп айтады. Бірақ мұның бәрі өтірік. Құдай бақытсыздыққа себеп бола алмайды. Киелі кітапта былай делінген. Сондықтан тыңдаңыздаршы. Уа зор парасат иелері. Зұлымдық атаулы, Құдайдан тым алшақ. Әділетсіздік атаулы, құдіреті шексіз, Тәңірден әбден аулақ. Киелі кітапта бүкіл әлем зұлымдықтың қолында делінген. Әлемнің билеушісі шайтан өте қатал. Ол бүкіл жерді адастырады. Оның әсерінен көптеген адамдар да қатыгез болады. Оның себептерінің бірі бұл әлемде өтірік, жек көрушілік пен зорлық, зомбылықтың көп болуы.